Неғұрлым бір нәрсені аз қолдансаң, соғұрлым ол аз тозады. Логикаға сай ғой. Бірақ буындарға бұл логика жүрмейді. Буындар сен отырған кезде де, ештеңе істемей жатқанда да тозады. Тіпті аз қимылдаған сайын буындар тезірек қартайып кетеді. Сатыдан шығу қиындыққа айналып, ештеңе істемей отырғанда да бәрі ауыра бастайды. Неге буындар тыныштықта да ауырады? Және 60 жаста 30-дағыдай қимылдау үшін не жағу, не ішу керек. Бүгін осы жайлы әңгіме болады. Сен буындағы байланысты өзгерістерді қалай тоқтатуға болатынын, буындардың қозғалғыштығын сақтаудың жолдарын, ауырсынуды дәрісіз қалай басуға болатынын, 60-та да 30-дағыдай қимылдауға көмектесетін құралды, ауырған буынға суық па әлде жылу керек пе екенін, сықыр мен шықыр нені білдіретінін білесің. Буындарды немен қалпына келтіруге болады? Бар болғаны 2 шай қасық. Және буындар сау. Бұдан бөлек саған су мен үйде бар қарапайым құралдың көмегімен буынды қалпына келтіру рецепті беріледі. Буын дегеніміз сүйектердің арасын байланыстыратын құрылым. Ол бізге қимылдауға мүмкіндік береді. Қарапайым да, күрделі де. Сүйектердің ұшында шеміршек бар. Ал буынның ішінде сұйықтық болады. Ол жұмыртқаның ағына ұқсас. Бұл сұйықтық шеміршектерге сүйектерді бір-біріне үйкелуден қорғап, соққыны сіңіруге көмектеседі. Егер сұйықтық азайса немесе буын артық жүктелсе, ауырсыну пайда болады. Ауырсыну бұл бұзылудың нақты белгісі. Жасы ұлғайған адамдарда ол көбіне шеміршектің тозуы, қабыну, сұйықтық жетіспеуі немесе тым қою болуы себебінен пайда болады. Ауырсынуды тез басудың түрлі тәсілдері бар. Бірақ есте сақта. Ауырсыну ол сенің денеңнің тіл қатуы. Бала жыласа, бұл белгі. Ит үрсе, белгі. Сол сияқты буын ауырса, бұл да белгі. Сондықтан оны дәрмен жылдам басу міндетті түрде дұрыс емес. Әрине, өткір ауырсыну кезінде дәрігерлер қабынуға қарсы дәрілер, В дәрумендері, бұлшық етті босататын дәрілер береді. Бірақ олардың мақсаты ауырсынуды уақытша жеңілдету және адамды дәрігерге жеткізу, себебін анықтап, түбегейлі емдеу. Бірақ егер дәрі мен жаттығу арасында таңдау болса, дәрігерлердің көбі жаттығуды қолдайды. Өйткені арнайы жаттығулар бар. Белге, шынтаққа, мойынға, тізеге. Олар буынды босатады, қан айналымын жақсартады, шеміршектің бұзылуын тоқтатады. Сондықтан ауырсынуды басқаруда әрқашан ең табиғи әдістерге сүйенген дұрыс. Ұсыныстар. 1. Уақытша жүктемені азайтыңыз. Ауырған буынды қосымша қимылмен, әсіресе ұзақ жүрумен емдемеңіз. 2. Бұлшық еттердегі триггерлік нүктелерді жазып, буынды қысып тұрған қысымды босатыңыз. 3. Тамақтануды түзетіңіз. Су ішуді қадағалаңыз. 4. Қабынуға қарсы дренаждық жаттығуларды таңдаңыз. Көбінесе дәрігерлер ауырсынуды басатын дәрілерді қабынуға қарсы және қыздырғыш жақпамайларды тағайындайды. Егер буындар мазаласа, кофе ішуден бас тартқан жөн. Өйткені кофеин тамырларды тарылтып ауырсынуды күшейтеді. Оның орнына имбир қосылған шөп шайын ішу пайдалы. Жалпы ауырсынуды дәрісіз жеңілдету үшін арнайы жаттығулар бар. Дәрілер тек уақытша басса, жаттығулар буынды жеңілдетіп, қан айналымын жақсартады, шеміршектің бұзылу процесін тоқтатады. Бірақ ұзақ әсер үшін ең алдымен ауырсынудың себебін білу керек. Өйткені буын аурулары 100-ден аса түрге бөлінеді. Артроз, артрит, ревматоидты артрит, бурсит ең жиі кездесетіндері. Неге бүкіл дененің буындары ауырады? Бұл әрқашан шеміршек тозуы немесе сұйықтық жетіспеуінен емес. Мысалы, ревматизм кезінде бүкіл дененің буындары ауырады. Қолда, аяқта, тізеде, шынтақта. Әсіресе ревматоидты артрит кезінде 2 жақты ауырсыну тән. 2 қол, 2 аяқ, 2 тізе бірдей ауырады. Көпшілік ревматизм деп түрлі қабыну ауруларын айтады. Ревматоидты артрит иммундық жүйе буындарға шабуыл жасап, қабыну, ауырсыну, деформация туғызатын дерт. Неге кей адамдардың буындары ауа райына сезімтал? Мұның нақты механизмі түсініксіз.
Ғалымдар ауа қысымы өзгергенде буындағы сұйықтық көлемі артып, жүйке ұштарын қысады деп санайды. Бұл ауырсыну, сыздау, қолайсыздық тудырады. Суықта буындар неге ауырады? Өйткені суықта қан алдымен өмірлік маңызды ағзаларға, жүрекке, өкпеге кетеді. Ал аяқ қолдарға қан аз барады. Буындар жылуды жоғалтады, сондықтан ауырсыну пайда болады. Ал буынды қыздыру керек пе, әлде суыту керек пе? Егер жарақат болса, алғашқы тәулікте суық қою қажет. Ол қан ағуын тоқтатады, ісікті азайтады. Ал бір күннен кейін жылумен емдеуге болады. Жылы компресс, теңіз тұзымен жылытулар. Бірақ буын қызарып ыстық болса, ешқашан қыздыруға болмайды. Артроз бен артритті ажырату маңызды. Артроз жастыққа байланысты шеміршек тозуы. Артрит қабыну, ол кез келген жаста болуы мүмкін. Артритте ауырсыну өткір, пульсациялы, тыныштықта да, қозғалыста да болады. Жер қызарып ісінеді. Артрозда ауырсыну қозғалыстан кейін пайда болып, тыныштықта кетеді. Бірақ уақыт өте келе тұрақты болып қалады. Салмақ та буындарға қатты әсер етеді. Әр артық килограмм тізеге қосымша жүк салады. 70 келі мен 100 келі адам сатыдан шыққанда айырмашылық 30 келілік қап көтергендей. Сондықтан салмақ азайту буынға үлкен жеңілдік. Қозғалыс ең жақсы дәрі. Жүру, еден жуу, бақшада жұмыс істеу бәрі буынға пайдалы. Өйткені қимыл кезінде организм буынға сұйықтық бөлуге бұйрық береді. Қан айналымы жақсарады, бұлшықет пен сіңірлер күшейеді. Бұл буынға түсетін қысымды азайтады. Сондықтан қимылдау буындарды тоздырмайды, қайта қорғайды. Әрине, дұрыс таңдалған, шамадан тыс емес жаттығулар болса. Жаттығулар, мысалы, орындыққа отырып, аяқтарыңды 5-10 минут жай ғана сілкілеу. Бұл кезде буындар жүктелмейді, бірақ қан айналымы жақсарады. Тамақтану да маңызды. Буындарды сау ұстауға көмектесетін өнімдер бар. Мысалы, лосось, скумбрия, сардина, треска сияқты майлы балықтарда омега-3 май қышқылдары көп. Олар қабынуды азайтады және буындарды нығайтады. Омега-3 хряштың серпімділігін сақтайды, буындардың тегіс қозғалуына көмектеседі. Бұдан басқа рационыңда жаңғақтар, грек жаңғағы, миндаль, зығыр дәндері болуы тиіс. Олар да буындарға пайдалы қышқылдарға бай. Жидектердің ішінде көк жидек, анар, қызыл бұрыш, брокколи, шпинат қабынуды азайтады. Сондықтан міндетті түрде дастарханда болуы керек. Буындарды қалпына келтіру үшін ақуыз қажет. Өйткені ол біздің денеміздің құрылыс материалы. Ақуызды еттен, балықтан, жұмыртқадан, сондай-ақ бұршақ пен бұршақ тұқымдастардан алуға болады. Ал ең маңыздысы коллаген. Ол біздің сіңір, шеміршек, сүйектеріміздің негізгі белоғы. Коллаген жеткілікті болса, буын соққыны жақсы көтереді, үйкелісті азайтады. Бірақ жас оғайған сайын коллаген азаяды, буындардың икемділігі төмендейді. Коллагенді сүйек сорпасынан, холодецтен, еттен, теңіз өнімдерінен алуға болады. Егер ет пен балық жемесеңіз, желатин ішіңіз. Бұл сол коллагеннің құрғақ түрі. Рецепт. Кешке 2 шай қасық желатинді 3-1 стакан салқын суға салып қойыңыз. Түнде ол ісінеді. Таңертең үстіне жылы су құйып, 1 стакан етіп ашқарынға ішіңіз. Осыны 1 ай бойы жасайсыз. Сосын 1 ай үзіліс. Осылай буындарыңызды коллагенмен қоректендіресіз. Әрине, арнайы қоспалар да бар, бірақ олар қымбат. Ал желатин арзан әрі кез келген дүкенге сатылады. Қабынуды азайтатын тағамдар. Куркума, имбирь, сарымсақ, пияз. Егер оларды тұрақты түрде жесеңіз, қабынуға қарсы әсері болады. Бірақ күнде көп сарымсақ жей алмайсың ғой. Сондықтан мынандай сарымсақ эликсирін жасауға болады. 4 басты сарымсақты үгітіңіз. 10 лимонның шырынын қосыңыз. 2 шай қасық үгітілген хрен салыңыз. Барлығын араластырып, жарық түспейді Жерде тоңазытқышта 3 апта сақтаңыз. Кейін 1 шай қасық тұнбаны стақан суға қосып, таңертең және кешке ішіңіз. Кейбіреулер сарымсақты буынға жағуға кеңес береді, бірақ бұл күйік әкелуі мүмкін. Буындарға зиянды халықтық әдістер де бар. Мысалы, қабынған, ыстық, қызарып тұрған буынмен моншаға баруға болмайды. Бұл тек зиянын тигізеді.
Ал шын мәнінде көмектесетін халықтық емнің бірі алоэ мен бал компрессы. 4-тен 1 бөлік стакан алоэ шырынын, 4-тен 1 бөлік стакан балды және 4-тен 1 бөлік стакан жылы суды араластырыңыз. Қоспаны жылытып, буынға жағып, үстінен пленкамен орап, таңып қойыңыз. Бұл компрессті күнара жасап отыруға болады. Ең пайдасыз нәрсе көршінің кеңесі. Өйткені біреуге көмектескен нәрсе екіншісіне зиян болуы мүмкін. Қызыл бұрыш майы. Ол буынға жақсы көмектеседі. Өйткені капсаицин деген зат бар. Ол ауырсыну сигналдарын тежейді, қанды жүргізеді. Үйде жасауға болады. 10 қызыл бұрышты майдалап, 2 стакан өсімдік майына салыңыз. 1 апта қараңғы жерде тұндырыңыз. Сүзгіден өткізіп, ауырған кезде жағыңыз. Ауырған кезде жүктемені толық тоқтатпай азайту керек. Мысалы, қол буындары ауырса, кір сығып, қамыр илеуден бас тарту. Аяқ буындары ауырса, секіруден, жүгірістен бас тарту. Дұрыс аяқ киім де өте маңызды. Жұмсақ табанды, ортопедиялық. Отырған жерден тұрғанда қолды тіреп тұру. Қажет болса, таяқпен жүру. Құрметті көрермендер, өздеріңізді күттіңіздер. Ауырмаңыздар. Каналымызға тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, пікірге қай рецепт сізге ұнағанын жазыңыз. Сіздің ойыңыз біз үшін маңызды.